муки? 260. Много. А нет, 200. 200. Волосы не да? Похоже? А сколько тебе люблю? Мука 240. Ой, 640. 640. Мука 540. Мама, можно я буду так делать? Ты не хочешь вот так сделать? Нет. А я умею. А я умею, мама. 250 грамм. Вот эту сделай вот так. А? Хорошо, я знаю, как делать. Я буду молоко загревать. Сколько грамм молока? Сама посмотрю. Мама, Я тоже умею. У меня тоже получается вот так. Ну, сейчас по очереди не придет. все, вот это нам? Да. Это же молоко. Это дрожжи? Я так и знал, что они вот этой посуде. А все, хватит. Моя рука уже болит. А у меня не рука болит. Он тоже ничего не делал. Ты не газета? Ну ты какой дырку? Это трещина. А, трещина. 50 грамм, да, сахара? Ну, сейчас. Где вот этот список? 60. 60 сахара. Как супер. Мега звезда. 85. Аналитика делать будет. Сейчас мы будем вот это делать. Выглядит как супер. Мега звезда. Или вот это будешь делать. Давай вместе будем делать. Нет. Я буду. Они вместе. Тогда я буду вот так делать. Вместе все будете делать. По очереди, по очереди. Возьми вот это. Ты проверь, там хорошо записывать. Держи рукой, двумя руками. Да, записывай. Держи двумя руками, я отпущу. А помоги вот так, держи. Посуду держи, чтобы она не упала. Какой? 50 грамм. Они не держатся. Ты только мало осталось. Намного так же. Что ты сделал? Это пюре. Так надо, понял? Минут. 650 или сколько муки? 650 или сколько муки? 640. Отойди. 100, 100, 100. 103, 102, 170. 140? 640, да? Да, 640. 140. Можно я яйца разбью? А? Вот это закончу. Мое. Очередь. А, 100 грамм масла нужно. Ого. Все. А масло? А масло? Я не знаю. У нас прям камин дома есть. А мама, сколько масла? 90 должен быть. А, 90? Да. Ладно, сколько?
ребята. Мы сегодня начинаем. Будем готовить пончики. Срончики. И всем Привет! С вами я, Хан, Жанали и мама. Бүгін біз сіздермен пончики дайындайтын боламыз. Ол үшін сүтімізді жылытамыз және сүттің ішіне сары майымызды саламыз. Сары май еріп тұрған комнатный температурадағы және сүтті тек қана бір қолды салғанда қатты ыстық болмайтындай температурада өте жылы етіп жылытатын боламыз. Микроволновканың көмегімен құрғақ ингредиенттерді араластыратын боламыз. Ол үшін Жаналишка сен дрожжды сал мынаның ішіне. Хан сен қантты сала ойбала. Все? Да, все. Сюда положи. Все положи. Можно тоже. Ванильный сахар. 5 грамм. Аккуратно Перемешать. перемешать надо, да. Перемешать. Мінекей сүтіміз Масло. жылыды. Енді араластырып жіберейік кішкене. Бір щепотка тұз саламыз. Енді сүтімізді үлкен ыдысқа құйып, Ого. Какой звук был. Приятный. жұмыртқаны жарамыз. Жаналишка, маған жарып берші. Можно я так вот побей. эту? Куда? Сюда? Сюда. Блин. Ой, умница. Да. Теперь туда два больших пальца засунуть. Здесь сейчас взорвется. Нет, смотри. Вот так делаешь, ага. Да. Сюда, сюда, сюда. Сюда. Умеет Жанали тоже? Ты что? Давай. Я ему не говорю, что он Умничка. не умеет. Давай сюда положи. Вытирать. Все. Теперь мен енді мынаны араластырады. Можно я тоже? Ложкой надо вот эту муку надо положить сюда. А никто этого не планировал. Вот так делай. Твердо устал. Да, теперь надо вот так. Теперь я буду теперь руками. Я чуть не упал. Я чуть не упал. А ты попугайка? Ты попугай? Нет. Нет? Нет. Ты Динали? Он попугаевич, повторюшка-хрюшка. Вот теперь можно вот так делать. Еще вот сюда муку надо добавить. Нет, еще пока рано. Это когда делаешь? Это когда вот это увеличится. Мама, я тоже так умею. Да, ну-ка попробуй. Я тоже хочу. Қысқасы көріп отырғандарыңыздай июн қамырымыздың жақсылап қандырып, барынша араластырып, қантын езіп, барлығын бір-біріне сіңдіріп, содан кейін ғана барып. Енді өте жылы бөлмеге немесе духовканың ішін 50 градусқа қыздырып, ішіне көтерілгенше сап қоясыздар. Өздігінен 1 сағаттың ішінде жақсылап көтерілу керек, 2,5-3 есе үлкейеді. Ой, молодцы, ребята. Вы это сделали? Молодцы? Да. Умнички. Все, теперь Мама, а это мы просто тут будем, тут оставим или туда поставим? Духовку положим. Значит, так быстрее. Да, теплее же, теплее. вот это. Можно быстро. Мама, идемте покажу. Мама, идемте. Духовканың ішін қыздырып, осылай жай ғана 20 градуста іші прям сондай ыңғайлы, приятный жылы болу керек, және жылытып астын өшіріп қоямыз.
Біз тек 40 минут қана күттік, одан да ұзағырақ тұрса тағы да көтерілер еді, бірақ балалармен болғандықтан жылдамдатып жасауға мәжбүр болдық, себебі асығыспыз. Балдардың шыдамдары таусылып, бол да болға салды. Ал ендеше көтерілген әдемі қамырымыздың үстінен ақырын ғана баспастан оқтаудың көмегімен 0,7 см қалыңдықта жақсылап тұрып жайып алатын боламыз. Олай болса қалыңдығын көріп, енді осындай насатканың немесе екі дөңгелек, бірі үлкен бірі кішінің көмегімен пончиктің түрлерін келтіретін боламыз. Олай болса мінекей біздің бірінші пончиктеріміз дайын болып жатыр. Балапандардың көмегімен ақырын ғана созбастан әдемілеп алғанымыз дұрыс болады. Мінекей бірінші жайған қамырымыз осымен дайын болды. Пончиктеріміздің астына ұн сеуіп, барынша жабысып қалмайтындай етіп жағдай жасап, содан кейін қалған қамырымызды июін қандырып, кішкене тұрғаннан кейін барып қайта жайып, пончиктерді кесуге болады. Ал жайып қойған пончиктеріміздің үстінен сүлгімен жауып, желденіп немесе кеуіп қалмас үшін осылай қойғандарыңыз абзал. Ал қалған қамырымыздың июі қанғаннан кейін ғана осылай жайып, оны да пончиктер етіп кесіп, бетінен жауып 20 минутқа барлығын қойып қоямыз. Яғни 20 минуттың ішінде пончиктеріміз көлемі жағынан кішкене ұлғайып, көтеріліп және воздушный бола бастайды. Ал содан соң майымызды түбі қалың және терең ыдысқа құйып, пончиктерімізді қуыруға дайындаймыз. Майымыз барынша қатты қызбағаны дұрыс, ақырын ғана қызғаны дұрыс. Бірінші тексеру үшін кішкентай ғана пончиктерімізді пісіріп, алдын ала көріп аламыз. Содан кейін ғана үлкен пончиктерді салып, ақырын ғана күйдірмей ұзағынан пісіреміз. Бірден ыстық майға салсаңыз, бірден күйіп кетеді де, ал іші піспей қалу қаупі бар. Сол себептен барынша ақырын қызған майда ұзағырақ пісіргендеріңіз абзал. Барлығымыз бірігіп, өстіп пончиктерімізді пісіріп алдық, бір-бірінің үстіне қоймастан бөлек-бөлек етіп қойғандарыңыз дұрысырақ болады, яғни үстін басып, пышности кет қалмас үшін. Мінекей осылай барлығын пісіріп болдық. Ендігі кезекте пончиктерімізге шоколадты ерітетін боламыз. Біздің жасаған тестамыздың көлеміне 150 грамм шоколад кетеді, яғни микроволновкада сұйық майды кішкене араластыра отырып, сұйылту мақсатында алып, шығарып, араластырып, қайта салып араластыру арқылы импульсті түрде ерітеміз. Және дайын болған сұйылтылған шоколадымыздың үстіне пончиктерімізді жартылай салу арқылы барлығының бір шеттерін бояп шығатын боламыз. Және қалауымызша себетін присыпкаларымызды себеміз, немесе ақ шоколадыңыз болса, ақ шоколадпен розовыйға бояп, түрлі түсті етіп пончиктеріңізді сәндеуге болады. Менің жағдайымда ақ шоколад бар және оның үстіне, глазурдың үстіне тағы да сурет салу арқылы әсемдедім. Ал олай болса бізбен бірге сіздер де дайындаңыздар, сіздер де балдарыңызбен бірге біз сияқты пісіріңіздер. Балаларға өте қатты ұнады, қуаныштарында шек жоқ, пончиктердің дәміне де сөз жоқ. Сол себептен сіздер де дайындап, бізді Instagram парақшада bopkx деп, және де YouTube каналымызды отмечать етіп, комментарий қалдырып, және де подписка бөліміне өтсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын, күндеріңіз сәтті өтсін.